всем, қалайсыздар? Это Энка Лайф. Еще бүгіннен бастап бізді челлендж. Офисқа қарата шықтық. Мұнда Омар бар. Жаңа өзіміздің командамыздың жігіттерімен бірге шағын жиналыс болды. Ертең Алла қаласа таңғы 7-ден бастап кездесетін боламыз. Қазір маған офисқа еще менде оқып жатқан бір шәкіртім келу керек. И сол кісі өзінің ыдысымен сертификатын алып кету керек. Сол үшін бара жатырмын. Әр офиста қыздарға сөйлесу керек тақырыптар бар. Омардың бүгін янкасы жоқ. Иә? Сол үшін Омар бізбен бірге жүреді. Негізі көбінде бізбен жүреді. Машиналарын алып алған. Офисқа келдік. Воскресенье бізде алды жабық тұрады, сондықтан арты ғана жұмыс жасайды. Біз артқы есікке бара жатырмыз енді. Ұмытып кетіп біз что воскресенье екенін. Күндерді шатыстырып жүрмін бар ғой. Бүгін осы видео монтаж жасалсам, Құралай молодец болады. Комментарийға жаза кетіңіздерші. Құралай молодец деп. Нұрекең де офисқа келіп алды менің артымнан. Біз келгеннен кейін де. Бұда бізде Жамиля танысып алыңыздар. Бұнда Фариза, түрі көрінбейтін адам. Невидимка. Қараңыздар, біздің план доскаға қыздар жас үйінде ішейін деп жатыр. Бұнда бір қыз тығылып отыр. Бұнда Жамиля жұмыс жасап отқан түр жасап отыр. Отты айтып қойғансың не ме? Біздің офис осындай. Ішін енді толтырамыз ба қыздар? Наларды түсін ауыстырғымыз келіп тұр. Қыздар, давайте мынаны түсін ауыстырайық. Серыйға ауыстырғым келіп тұр. Үстін светло-серый, мына жағын серыйға ауыстырғым келіп тұр. Тиктоктағыдай доп после түсіреміз Алла қаласа. Қабырғаларға әртүрлі картиналар. Оның барлығы анау столдың астында қыздың ұйымдастыратындары совместно. Так вот, солай. Давайте, қыздар. Удачи. Сая, қайта бересің ғой? Ойбай, Омардың машинасы қала берсінші. Жетті. Нұрекең мен Омар мені тосып тұр. Ал мен офистан енді шықтым. Олар сыртта күтіп тұр. Тамақтанып алайық деп жатыр. Сосын қазір біз тамақтануға барамыз, скорее всего. Бүгін воскресенье, біздің офиста барлығы жабық. Тамақтанатын жерлерде бәрі прям жабық. 6 этажда барлығы жабық. Тек біздер ғана жұмыс жасап тұрық қой. Еше тек қана артқы есіктен ғана шығуға мүмкіндік бар. Себебі алдыңғы есіктер жабық. Пятницадан, понедельниктен субботаға дейін ашық тұрады. Тек воскресенье артынан кіріп жұмыс жасауға болады. А біз постоянно жұмыс жасаған жақсы көреміз. Бізге сенбі, жексенбі деген тема жоқ. Сол үшін солай. Арасында қыздар демалу керек кезінде өздері примерно перерыв алып демалып алады. Офистан шықтым. Нұрекең мені Омар әнін жүр. Короче, такси шақырып. Безумияға шақырайын ба таксиді? Давай. Давай. Соқтан бір тамақтан үйге барамыз сосын. Давай. Омар анда жүгіріп жүр. Бүгіннен бастап бізде челлендж. О, челлендждің түр-түрі болайын деп отыр ғой бізде. 1045 түрлі челлендж болайын деп отыр Алла қаласа. Челлендждің бар ғой, челлендждің пайдасы. Сен өзіңмен айналысасың да. Басқаларға уақытың болмайды, тек өзіңмен фокус өзіңде болады. Дамимын деген адам үшін челлендж пайдалы. Зато сен білмейтін нәрсені үйренесің. Және бұрын жетпеген нәрселерге қол жеткізе аласың. Сондықтан Құдай қаласа осы алдағы уақытта бізде челленджер өте көп. Ішінде 1000 топ челленджде бар айтпақшы.
Кстати, сіздер білетін мұңдақ челленджі тоже бар. Бізде project менеджер Хариза ханым бүгін мынандай не жасады осындай презентациядан. Бізге адеопродажға 45 адам керек екен. Жәмила ханым, Фариза ханым, сефер келіншек, менің қара келіншегім. Білмеймін, камерадан қап-қара болып көрініп тұрсың. Камера меня так. Елдің қара қатындары әппақ болып көрінеді да, менің әппақ қатыным қара болып көрінеді. Парадокс. Зато в жизни красивая, Төбемнен түскені жағи болып жарқ ет Сездірмей қалай келдің қасыма тәріп еді Бұл өмірде сенде жан неге сипар меді Where are you, where are you, where Тамақтанатын жерге келедік. Воскресенье жабық екен. Жоқ, жаңа воскресенье сегодня көп жер істемейді. Воскресенье істемейді, жабық. Все, жабық. Тамақтанатын жерлердің барлығы. Дворға кірдік. Газмен не алуға. Магазинге жатырмын. Мороженое алайын деп. Омар анда ойнап жүр. Ана жерде. Бізде осындай уақытта балалар шулап ойнап жатады. Қанша мороженое бар? Менің ең жақсы көретін мороженыйым осы. Анда Омар айналып отыр. Челлендж туралы айтатын болсам, бұл челлендж 85 күн бойы жүреді. Получается, 85 күн бойы күнде видео салу керек, ютубқа, күнде инстаграмға пост салу керек, таңертең ерте тұру керек, прогулка жасау керек, сабақ оқу керек, яғни білімімді арттыру керек. Сондай нәрселерден тұратын челлендж. Көлеке өзінің стористарын қарап отыр. Тамақ тапсырып бердіңіз, Подтвержден заказ ресторанда. Қанша минутта келеді? 80 минут дейді. 80 минутта келеді. Мен өзіме плов заказ бердім, сіз? Бефстроган. Бефстроган, ба? Бағана кафеге бардық, жабық болды, сол үшін сондай. Бүгін істемейді екен, оказывается. Оказывается, сегодня воскресенье. А вот так внутри? Блузка так внутри. Дәукіме, пашкандай мен мамасы ма? Қолың шіре-шіре ғой, балам. Қолын жүк келген түрі ғой өзің. Жүк келген түрі ол. Кейін мені қайта тамаққа шақырып жатыр. Келмесең мақтағыз сияқты жеп қоямын дейді. Новинка ма? Это что? Курица. Курица да верно, не? Курица в кисло-сладком соусе, кунжутпен, плов праздничный, потом өзіне сложный мен не беріпті. Пюре, рис, бестроганов. Аспасын жаным. Күйеумен тамамды дәмін көріп отыр. Мына дәмді екен прям қатты ұнады. Мен күйеуімне жақсы көретін біледі, сол үшін тапсырыс берген. Все, достар, всем қайырлы түн. Ертең сіздермен кездесеміз. Маған таңғы 7-де тұру керек. Қазір тамақтанып аламын да, видеоны монтаждап салып ұйықтаймын. Баршаңызға қайырлы түн. Сағат неше болды? Сағат 10 болды. 10 болды ма? 11-ге дейін 12-ге дейін ұйықтау керек ма? Всем қайырлы түн. Келесі видеода кездескенше.